Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында осындай шәйнектердің, тефальдардың ішіндегі қақтардың қалай тез кетіру жолын сіздерге көрсететін боламын. Яғни сыммен сыпайы қалай кетіру жолын көрсететін боламын. Міне достар, осындай шәйнектің ішінде осындай жан-жақтарында қақтарды қалай кетіруін сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін бізге осындай лимонный кислота керек болады. Осы лимонный кислотаның 10 граммын осы шәйнектегі барлығын салатын боламыз. Яғни бірінші осы тефальдің ішіне суымызды толтырып алып құямыз, және осы 10 грамм лимонный кислотамызды ішіне салып қайнататын боламыз. Кеттік. Ең алдымен осы тефалімізға суымызды толтырып құятын боламыз. Бұл тефальда суды бетіне толтырып қажет емес. Бұл яғни тефальдің ішіне толтырып су құюға болмайды. 10 грамм осы лимонный кислотамызды ішіне саламыз, яғни лимон қышқылын. Негізі молырақ салсаңыздар, яғни мына тефальдің ішіне шүмектеріне дейін бүткіл қақтардың барлығын түсіретін болады. Және де осы жасыл кнопка жанғанша мен осыны қайнататын боламын. Міне достар, суым қайнады. Міне көріп тұрғандарыңыздар, жан-жақтарында қақтардың барлығы астына түсіп кетті. Енді осы сіздерге осы суды төгіп, сіздерге қазір ішін көрсететін боламын. Міне достар, осындай тап-таза болып шығады. Сыммен ысып керек емес. Осылай лимонный кислотаның өзімен осылай бүткіл қақтың барлығы осылай түсіп қалады. Достар, жасап көріңіздер. Өте керемет лайфхак. Сіздерге кеңесім, видео ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда осындай әртүрлі лайфхактар жасалуын жолын көрсеңіздер болады. Рахмет.